Сол Астанаға келгеннен кейін 1-2 жылдан кейін сол Иманғали енді бір Алладан тілесің, бірақ бір адамның не дейді ғой, былай немен шешек дейді ғой, сол Алла нәсіп етіп, сол Иманғалимен кездестіріп, сол кісі сол осы қазір тұрып жатқан үйімізді салып берді. Сол үйде қазір тұрып жатырмыз, Аллаға шүкір. Енді сол үйдің қызығын 2003 1-2 жыл ғана көрген шығар. Сол бір кабинеті, бір 9 квадрат қана бөлме, содан бір кабинет бұйырды. Сонда қуанғаны көрсеңді. Менде кабинетім бар, өмірімде армандаған кабинетке мен сол 42 жасындама сол кезде жетті сонда. Енді мені мазалама нәрсе, менің жазатыным көп. Мені мазалама, тек есікті қағып кіресіңдер, шай әкел дегенде әкелесіңдер, болды. Балалар өсті, енді мен осы үйге, осы армандаған жеріме жеттім деген кезде міне сондай. Сол столына отырып, көп отырағанда жоқ шыны керек.